Шүкір баршаңызға, менің есімім Замзагүл, мен Инкрус компаниясының тәуелсіз серіктесімін. Бүгін мен сіздерге Инкрус компаниясының маркетинг планындағы 5 түрлі бонус туралы айтып берейін деп отырмын. Соның біріншісі жаңағы активация үшін алынатын бонус. Ол күнделікті деп айтылады. Күнделікті. Әр қосқан адамыңызға сіз компаниядан нақтылай карточкаға түсетін ақша алып отырасыз. Егер сіз бір стартер пакетіне тіркесеңіз, $50 мен $20 нақты ақша аласыз. Егер бір классик пакетін тіркесеңіз $20 және премиум пакетіне тіркелгені үшін әр адамға $50 компания беріп отырады. Мысал ретінде айтатын болсақ, сіз бір айдың ішінде, мысалы, бір айдың ішінде 1 мен 31 арасында 3 премиум пакет шақырдыңыз. 3 премиум пакетке $500 3 адам шақырдыңыз. Сізге компания әрқайсысына $50 $150 береді. Бұл моментально 24 сағаттың ішінде. Егер сіз 3 классик шақырсаңыз, әрқайсысына $20 $60 аласыз. Егер 3 стартер шақырсаңыз бір айдың ішінде, онда $60 $20 аласыз. Егер де сіз өзіңіздің бірінші линияңызға 10 премиум пакеттен 10 адам шақырсаңыз $500, онда сізге компания әрқайсысына $50 $500 береді. Қараңыздаршы, қандай керемет. Егер сіз 10 адамды классикке шақырсаңыз, $200 мен 10 адам шақырсаңыз, әрқайсысына $20 200 бонус деп аласыз. $200 аласыз, нақты ақша. Егер 10 стартер шақырсаңыз, әрқайсына $50 шақырғанның өзінде, мысалы, 10 адам шақырсаңыз, $50, сізге компания әрқайсына $20 $200 береді. Бұл моментально 24 сағат ішінде түсетін бонус. Ал енді компания осыны сіз бір айдың ішінде шақырғаныңыз үшін, келесі айдың басында сізге әрқайсына тағы үстеме ақша береді. Стартер пакет шақырғандарға компания қосымша бонус бермейді. Егер сіз 1-2 адамнан кез келген пакетті 2 адам, 1 адам, 2 адам шақырсаңыз, оған үстеме бонус берілмейді. Үстеме бонус 3 адамнан жоғарыға беріледі. Егер бір айдың ішінде сіз 3-тен 3 или 4 адам шақырсаңыз, әрқайсына классик пакетіне $20 береді, әр адамға премиум пакетіне $50 береді. Егер 5 пен 9 аралығында шақырсаңыз, әрқайсына $30, премиум пакет $75 үстеме ақы береді. Мынадан басқа, мына бонустан басқа, мынау күнделікті бонус, мынау ай сайынғы. Ай сайын бір рет берілетін бонус. Бұлар бір жолғы бонустар. Стартер пакетіне 10 адамдан жоғары шақырсаңыз, онда классик пакетіне $40 береді, әр адамыңызға, премиум пакетте әр адамыңызға $100 береді. Мысал ретінде қарайтын болсақ, қараңыз, сіз премиум пакетін 3 адам шақырдыңыз, $150 алдыңыз, бір айдың ішінде. Компания сізге келесі айдың басында сол премиум пакетіне сізге әрқайсына тағы да $50 береді. 3 адамға $50 150. Сонда сіз 3 премиум пакетін шақыру арқылы бір айдың ішінде шақырғаныңыз $300 аласыз. Егер 3 классик шақырсаңыз, $120 аласыз. Егер де 10 премиум шақырсаңыз, бір айдың ішінде $500 мгновенно алдыңыз, және $1000, әрқайсына $100 компания 10 премиумға $100 $1000 тағы береді. Келесі айдың басында. Келесі айдың басында $1000 береді, сонда сіз бір айдың ішінде $500, $1000, $1500 10 премиум шақыру арқылы өзіңіз ақша табасыз. Және егер де 10 классик шақырсаңыз, $200 моментально алдыңыз мгновенно, яғни әрқайсына $40, 10 адамнан жоғары $40, 10 классик алсаңыз, $400 мына 200-ге қосып береді. Сонда сіз $600 бір айдың ішінде 3 адам шақырғаны үшін аласыз. Одан кейінгі бонус матчинг бонус деп аталады. Матчинг бонус бұл сіздің жаңа шақырған адамдарыңызға көмектескеніңіз үшін береді. Бұл апта сайынғы бонус деп аталады. Яғни сіз мінекей бір клуб мүшесін шақырдыңыз, 3 партнер шақырдыңыз, 2 клуб мүшесін шақырдыңыз, ол қай пакеттен шақырсаңыз да, ол бәрібір. Сондықтан, мысалы, партнер болып шақырған адамдарға сіз көмектесуіңіз керек. Сіз сияқты оларда тегін мүшелікке пайдалану үшін, табыс табу үшін деп. Енді бұл бонус дүйсенбі мен жексенбі күні аралығында тіркелген адамдардан түсетін бонус. Сіздің бірінші партнеріңіз бір аптаның ішінде 3 классиктен 3 адам шақырып $200, әрқайсынан $20 $60 алды. Екінші партнеріңіз бір аптаның ішінде 3 клуб мүшесін $500 шақырып, әрқайсына $50 $150 алды. Ал үшінші партнеріңіз $50-лықтан 5 адам шақырып, ол $100 алды. Сонда сіздің командаңыз барлығы $310 наличный ақша алды. Сол компания енді сізге осыны айтады. Сіз егер осы аптада өзіңіздің бірінші линияңызға бір адамды қосу арқылы сол $300
толықтай алуға 100% алуыңызға мүмкіндік береді, егер бір классик или бір премиумды бірінші линияңызға жазып жіберсеңіз, или 4 стартер пакет шақырасыз. Яғни сіздің товарооборотыңыз сол аптадағы өзіңіздің жеке товарооборотыңыз $200 кем болмау керек. Сол кезде олардың алған $60, біреусі 60, біреу 150, біреу 100 алды ғой, ал сізге барлығын қосып $310 береді бірінші линияңызға. Бір адам классик осы $200 товарооборот жасасаңыз. Бұл бонусты апта сайынғы дейді, яғни матчинг бонус дегеніміз осы. Одан кейінгі бонус ол лидерский ранги деп аталады. Ол компаниядан 100% экономдап саяхаттауға мүмкіндік береді. Бұл маркетинг рангісінен бастап, егер сіз маркетинг рангісіне шығып, ұстап тұрсаңыз, онда компания сіз жиналған ақшаңызды барлығын бағанағы 100% пайдалануға, қасыңызға өзіңіздің отбасыңызбен баруға мүмкіндік береді. Енді маркетинг директор болу үшін не істеу керек? Маркетинг директор компанияға ай сайын сіз $3,000 товарооборот жасауыңыз керек. Каждый ай сайын. Оның ішінен сізде $600 новый товарооборот, яғни сіз жаңа адам командаңызбен шақыруыңыз керек. Өзіңіздің астыңыз личкеңізге бір адам, және екеуін командаңыз деп. Сол кезде ол қалай болады? Мысалы 15 классик шақырсаңыз $200-дан $3,000 товарооборот болады да, маркетинг директор рангісіне шығасыз. Болмаса 6 премиум $500-дан 6 адам шақыру арқылы сіз маркетинг директор рангісіне шыға аласыз. $3,000 товарооборот қалай бердіңіз, солай маркетинг рангісіне шығасыз. Егер де маркетинг директордың тағы да күшті керемет, бірінші айда маркетинг директор болып рангке шыққандар өте жақсы табыс табады, өйткені лидерский бонус $300 алады, $3,000 товарообороттың 10%-ін, және мгновенный бонус, егер де 6 премиум шақырса, бір айда 6 премиум шақырса, оның әрқайсысынан $50-дан $300 мгновенный бонус алады. Бағана алдында айттым ғой, осының алдында. Ай сайынғы және бонустан $75-дан 6 адамға $75-дан $450 алады. Егер ол осы айда тіркелген партнер болса, компания тағы да үстіне $200 қосып, быстрый старт жасаған үшін оған $200 тағы бонус береді. Сонда жаңадан келген партнер бір айдың ішінде маркетинг рангісіне шығатын болса, осылай 6 премиум шақырып $1,200 наличный ақша табуға мүмкіндік бар. Келесі ранг сеньор маркетинг директор рангісі, командасымен $10,000 товарооборот жасап, соның 10%-і $1,000 зарплата лидерский бонус алуға болады. Региональный директор $25,000 товарооборот командасымен жасап, оның ішінде $5,000 новый товарооборот болу керек, $2,500 зарплата лидерский бонус. Национальный директор $50,000 товарооборот жасап, 10%-і $5,000-ға шығуға болады. Интернациональный директор $100,000 командасымен $100,000 товарооборот жасау арқылы $10,000 лидерский бонус алады. Исполнительный директор $250,000 товарооборот жасайды командасымен, 10%-і $25,000. Борт директор $55,000, амбассадор $100,000 ай сайынғы лидерский бонусты осылай алып отыруға болады. Ол үшін командамен жұмыс істеп, командаға келген адамдарды үйретіп, арман қарай олардың да өсуіне, тегін саяхаттау, тегін мүшелікке шығуына және табыс табуға шығуына көмектесу арқылы өзінің командасын өсірген сайын өзінің рангіде өте жоғарыға қарай көтеріле береді. Төртінші бонус ол рекуррентный бонус. Бұны біз пассивный доход дейміз, яғни сіз ұйықтап жатқанда да түсіп тұратын ақша. Бұны қалай алуға болады? Бұны маркетинг директор рангісінен бастап, әр келесі төленген счетқа, әр пакетке байланысты компания $2,5-дан $12,5 шейін әр төленген ақшаға бонус беріп отырады. Мысалы, стартер пакетіндегі бір адам счетін төлесе $50, компания сізге $50 төлейді. Әр төленген $50-ға. Классик пакетіндегілер ай сайын $100 счетін төлеп отқан кезде, содан сізге $5-дан беріп отырады. Премиум пакетіндегілер $250 айында счетін толтырған кезде, сізге $12,50 счетқа салып отырады. Бұл счет оплаты көп болған сайын, сіздің командаңыздағы клуб мүшесі көп болған сайын, сіздің де рекуррентный бонусыңыз көп болады. Мысалы ретінде айтатын болсақ, маркетинг директор командасында сеньорға бара жатыр, бұл адам көбейтіп жатқан сайын 50 клуб мүшесі $100-дан салған кезде, оларға $5-дан $250 пассивный доход түседі. SMді, сеньор маркетинг команда 100 адамнан болса, әрқайсысына $5-дан $500 түседі. Региональный директор $300 болса, $5-дан $1,500 пассивный доход алады.
егер де осының ішінен 100-і премиум пакет болса, олардың әрқайсысына 12-де 5 доллардан төлеген кезде, мысалы командаңызда 100 премиум пакет болса, 1250 доллар рекуррентный. Лидерский бонустан, мгновенный бонустан, басқа бонустан бөлек 1250 доллар тағы да аласыз. Рекуррентный бонус дегеніміз ол лидерский бонусқа байланысты емес. Ол қанша оплата көп болған сайын сіздің рекуррентный бонусыңыз көп болады. Мысалы, национальный директор командасына 800 адам болса, 100 доллардан төлейтін. 5 доллардан қанша болады? 5 доллардан 800 адам 5 доллардан 4000 доллар пассивный болады. Бұны біз алтын жаңбыр деп айтамыз. Золотой дождь деп атады. 5-ші бонус бұл фундамент бизнесі. Бұл жаңадан тіркелген адамдардың товарооборотынан сізге төленетін бонус. Яғни сіз бір айдың ішінде 5000 доллар товарооборот жасадыңыз. Новый товарооборот жаңадан қосылған адамдардың 9999 долларға шейін осылай бірінші товарооборотыңыз осыған өссе, сізге компания осының 5% береді. Яғни 5000 доллар жаңа адамнан түскен товарооборотыңыз 5000 доллар болса, оған 5 доллардан 5% 250 доллардан 1500 долларға шейін аласыз. Егер де сіз 10.000 доллар жаңа товарооборот жасап, 29999 долларға шейін аралықта сізге 10% береді. Яғни 10.000 доллардың 10%, 1000 доллар 29999-ды 3000 доллардай болады. Көрдіңіз бе? Бұл басқа жаңағы алдыңғы 4 бонустан басқа бонус бұл. Егер де товарооборотыңыз 30.000 доллар болса, онда сізге 30% береді. Онда 9000 доллардан 30000 долларға шейін фундамент бизнесі аласыз. Мысал ретінде айтатын болсақ, сіз бір айдың ішінде 5000 доллар новый товарооборот жасадыңыз. Яғни жаңа адамдар қосылу арқылы сіз 5000 доллар товарооборот жасадыңыз. Мысалы 25 новичок 200 доллардан тіркелді командаңызға. Сонда 5000 доллар болады. Немесе 10 новичок 500 доллардан, жаңа премиум пакет. 10 премиум пакет жасасаңыз 5000 доллар болады. Соның сіз 5% аласыз. Егер де 50 новичок 200 доллардан кірсеңіз, классиктен 50 новичок тіркесеңіз, онда сізде 10.000 доллар товарооборот болады. Немесе 20 новичок 500 доллардан. Премиум пакетпен 20 адам тіркесеңіз, 10.000 доллар товарооборот болады. Сізде 10% 1000 доллар аласыз. Егер де 150 новичок, 200 доллардан 150 новичок жасаңыз, 30.000 доллар товарооборот, новый товарооборот болады. Сізде соның 30% 9000 доллар алуға болады. Немесе 60 новичок 500 доллардан жасаңыз да 30000 доллар товарооборот болады. 60 новичок бір айдың ішінде 500 доллардан 60 адам командаң үлкен өскен сайын, оны жасау өте оңай, жеңіл. Сондықтан 30000 доллардың 30% 9000 доллардан арман қарай өсе береді. Осы фундамент бизнесі деген осындай керемет бонус. Бұны барынша ай сайын алып отқан адамдар көп, өте көп. Жоғарғы рангтегілер бұны оңай, жеңіл жасай береді. Сондықтан әрдайым табыс табуға болады, жеңілдікпен саяхаттауға болады. Бұл компаниядан маркетингі өте жеңіл. Бар болғаны адамдарға саяхатшылар клубына шақыру арқылы, сол жеңілдікпен саяхаттауға, табыс табуға шақыру арқылы сіздің командаңыз өскен сайын, сіздің де рангыңыз өседі, рангыңыз өскен сайын сіздің табысыңыз да өседі. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Істеріңізге береке берсін.